Барлығына сәлем. Бүгін мен қазіргі таңда өте көп адамдарда мазалайтын мәселе артық салмақ жайлы айтқым келеді. Қазіргі таңдағы 2-1-де 10 адамның 8-інде немесе 7 адамында артық салмақ бар екендігі ол жасыратын нәрсе емес. Кішкентай балалардың өзінде де артық салмақ жағдайы кездеседі. Артық салмақты біз қалай есептейміз? Медицинада артық салмақты дене салмағының индексіне қарай есептейді. Қалыпты жағдайда дене салмағының индексі 20 болуы керек. Егер де 25-тен 26-дан дене салмағын көп болатын болса, индекс масса тела, онда артық салмақ болып табылады. Оны килограмм бөлінген метр квадрат, яғни бойдың квадратын салмаққа бөлу арқылы есептейді. Ал енді қазіргі таңда не себепті адамдардың арасында артық салмақ өте жиі кездеседі. Соның әсерінен денсаулыққа өте қауіпті факторлардың пайда болуына, аурулардың патологияның пайда болуына себеп болып жатыр. Артық салмақтың әсерінен жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары өте жиі кездесіп жатыр. Мен өзімнің практикада, больницада өткен кезде, қазір приемда отырған кезде де өте көп адамдарда артық салмақпен келеді және олардың қосымша шағымдары болады сол салмақ бойынша. Яғни ентігу, артериалдық қан қысымының көбеюі, егер де жас адамдар болатын болса, бедеулікте болуы мүмкін, бала болмауы және басқа да шағымдарға, ұйқының бұзылуына, ашушаңдыққа өте көп шағымданады артық салмағы бар адамдар. Ол артық салмақ неден пайда болады? Сонымен қатар қазіргі таңда артық салмақпен күресетін адамдар өте көп. Біреулері бір ай жасап салмақ тастайды, 5 килограмм болсын, кейін оны 10 килограмм қылып жинап алады. Тастап жинап отырады. Диеталар ұстайды әртүрлі, тек қана сумен диета, немесе сода ішу, немесе басқа да түрлі әдістерді фитнестерге барып жасап жатады. Бірақтан нәтиже жоқ. Артық салмақтың пайда болуының негізгі себептерінің бірі қазіргі таңдағы маркетинг. Біз телефонда отырсақ, телевизор қарайтын болсақ, жай ғана әңгіме айтып отырған кезде көбіміз тамақ жайлы әңгіме айтамыз. Яғни мына кафеде мынандай тамаққа скидка болып жатыр екен, немесе понедельник күні мынандай скидка болады екен деген сияқты. Телефонның жарнамаларын қарайтын болсақ, фудблогерлерді қараған кезде барлығының көп 60%-дай әлеуметтік желілерде тамақ жайлы нәрселер айтылады. Соны көре бергеннен кейін, негізі жарнаманы жеті рет көретін болсақ, адам уже неосознанно, яғни байқаусызда тамақ сатып алып қояды. Әртүрлі бояулармен, әртүрлі түстермен, әртүрлі дәмдеуіштермен істелген тамақтардың суреттерін көре бергеннен кейін, ода еріксіз түрде тәбеті ашылады. Сосын сол тамақты іздей бастайды. Көбінесе үлкен компаниялардың, тамақ өндіретін компаниялардың рекламалары өте жақсы дамыған. Оны қалай көргеніңді, қалай алып қойғаныңды байқамай қаласың. Кейбір ата-аналар балаларына сол алып береміз деп жатып, өздері де жеп қойғандығын, өздеріне ғана емес, балаларына да зиян жасап жатқандығын білмей қояды. Сонымен артық салмақтың пайда болуына себеп болатын негізгі фактор ол маркетингтің құрбаны болудың әсерінен. Маркетингтің құрбаны болуының әсерінен әртүрлі диеталарға көшіп жатыр адамдар, әртүрлі қосымша тағамдарды сатып алып жатады, аздыратын шөптерді немесе коктейльдерді, бірақ олардың ешқайсысының пайдасы болмайды. Ең бірінші адам өзінің денсаулығының маңызды екенін түсініп алуы керек, не үшін арықтаймын деген өзіне сұрақты қоюы керек. Егер ол сұрақты жауабын таба алмайтын болса, дәрігерге, диетолог маманына ғана жүгінуі керек. Оны инстаграмдағы, тиктоктан немесе басқа жерден көріп алған арнайы білімі жоқ адамдардың кеңестеріне жүгінбеуге тырысу керек. Арнайы білімі бар, өзінің денсаулығына кішкене болсын дұрыс көңіл бөлсе, әрбір адам сонда нәтижесі шығады. Енді арнайы мамандарға барып, не үшін арықтауым керек деген сұрақтың жауабын тапқаннан кейін өзіне план қою керек, және де өте көп тамақтардың фотоларын, видеоларын немесе әртүрлі жарнамаларын қарамауға тырысу керек. Мұның барлығының алып келетіні әлеуметтік желілерде аз отыру дегенге
тура келеді. Яғни әлеуметтік желілерді кішкене азайту керек, оның орнына кітап оқу пайдалы, оның орнына басқа да өзінің хоббиін табу арқылы адам өзінің денсаулығына да жақсы жасайды және өзіне бір жаңа әдетті қалыптастырады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған дәрігер Аружан Балтабайқызы.